Ертеде бір қойшы болыпты. Ол бір күні жайлауда қой бағып отырса, бір қызық сәттің куәсі болады. Қырлардың арасында аю түлкіні қуып жүр екен. Айлакер түлкі қолыққа басып, кішкентай екі ағаштың ортасынан өтіп кетіпті. Түлкінің тұзағына түскен аю өксесі қыстырылып, сол екі ағаш арасында қалыпты. Бұл жағдайдың бәрін сырттай бақылап тұрған қойшы аюды мазақ етіп рахаттана күліпті. Ашуланған аю қойшыға тез келіп: менің бұлай мазақ болғанымды ешкімге айтпа. Ешкім естімейтін болсын. Егер біреуге айтсаң, мен сені жеймін. Тек мені жеме. Ешкімге айтпаймын. Жақсы, сөзіңе сендім. Алдап кетпе. Аюмен уәделескен қойшы үйіне қайтады. Үйіне барып, әйелімен тамақтанып отырып, болған жағдай есіне түсіп, әбден күледі. Неге сонша күлесің? Маған да айтсайшы, мен де күлейін. Жаңа бір қызық жағдай болды. Бірақ сен ешкімге айтпа. Ешкімге айтпа деп, барлық болған нәрсені әйеліне айтып береді. Әйелі де байқаусызда көрші әйелге айтып қояды. Солай елдің барлығына аюдың қалай масқара болғаны жайылады. Елдің арасында мазақ болған аю әбден күлкі астында қалыпты. Барлығының әңгімесі сол аю мен түлкінің оқиғасы екен. Абыройы төгілген аюдың іс-әрекеті барлық мекенге жетіпті. Әрине, мұның бәрін естіген аю қатты ашуланыпты. Сен шопанды ма? Әй, шопан! Мен саған айттым ғой, ешкімге айтпа деп. Сен сөзіңде тұрмадың. Енді мен сені жеймін. Жарайды, жесең же мені. Бірақ өлер алдында соңғы бір тілегім бар. Отбасыммен қоштасқым келедір. Жақсы, онда қоштасып кел. 3 күннен соң осында жолығамыз. Бірақ бұл жолы мені алдаймын деп ойлама. Амалы таусылған қойшы өмірден үмітін үзіп, жолда жылап келе жатса, алдынан түлкі шығыпты. Әй, шопан, неге жылап келесің? Несін сұрайсың, түлкі-ау? Ана аю мені мазақ еттің, енді сені жеймін деп атыр. Жылама, мен сені құтқарамын. Менде бір ой бар. Мен мына жақтан жолды шаңғылып барамын. Аю сұраса, сен таз ет деп айт. Күнің бітті. Сені жеймін болды. Бұл не шаң? Бұл таз ит. Жаңа сені іздеп жүрген. Сен оған қарыз екенсің ғой? Ойбай, шопан, мені жасыр. Мұна қапқа кір, мен сені көрмедім деймін. Тұзаққа түскен аюды шопан мен түлкі алыс аймаққа апарып тастап, аюдан мәңгілікке солай құтылған екен. Отағасы, сенің оралғаныңа қуаныштымын. Енді бәрі жақсы болады, анасы. Солай үйіне аман-есен оралған шопан отбасымен бақытты ұзақ өмір сүріпті. Балақай, саған ертегі ұнаса, арнаға жазыл және лайк бас.